Достар, мен сіздерге енді бір нәрсе айтпақпын. Мен өзімнің арнамдағы видео ең қиын қалайынан ұйымдастырған видеомды айтайын ба? Ол әрине мына видео. Жаңадан шыққан, әлі ешкім көрмеген. Өйткені көріп кетіңіздер осы видеоны, егер көріп жатсаңыздар. Короче, мен осы видеоны бар емес па? Осы видеоны мен түсіру үшін 1,5 сағат керек болды. Мен бұны стопқа қойып, анау жерін бүкіл ұзақ жасадым, ал сіздерге 10 минут қылып шығардым, короче. 11 минут. Видео түсіріліп жатқанда да істедім, видеоны стопқа қойып істедім. Хотя кішкене осыдан қысқа болды. Әйтпесе 1,5 сағат мына видео түсіру үшін қиын болды. Жалпы көріп кететін болсақ, качествосы қазір менде жаман болып тұр. Сіздер өздеріңіз бөліп көрсеңіздер, качествосы нормальный болып шығар қазір. Міне кішкене осыны дөңделді, міне басы, міне. Одан кейін мына салдым, короче. Басында нелер. Қараңыздар. Не, төртте осынша ғой. Қазір. Екінші минут и бір. Осы минутта қараңыздар. Сразу стоптан алады да, кетіп қалады. Не. Мен осы стопқа қойғанда жоқ, бұл арамыз. Кешіріңіздер. Міне осы аяқта, осының арасында бәрі бар. Осының бүкіл жасау үшін бір уақыт керек болды. И сосын оның арасында тағы да стоптар болды. Яғни кофеин жасадым, ананы жасадым. Олардың уақыт барлығы есептегенде 1,5 уақыт. Мен қиналдым. Бұл видеоның сонда да мен бұны ұйықтап шаршап қиналып тұрып түсірдім. Бірақ соны салу керек болды. Қараңыздар, тым жоқ. Мен қазір салам мұнан барлығын. Мұнан барлығын салам. Ал минуттар кетеді. Нормально сияқты. Біздің район бар, короче. Район туралы айтып жатырмын. Егер естімей жатса, оригинал видеосын көрсеңіздер болады. Толық аяғына дейін көріп кетіңіздер. Мен міне достар, қараңыздар, осының бәрін жасау керек болды. Бір дегенде ондай қатты көп емес, бірақ оның өзі бірнеше уақытты алды. Біз енді видеомызды аяқтайын деп жатыр. Аннамалар қызыл нені жасап, қиын болды бір сөзбен айтқанда. Осыны бағалап, лайк басып, тіркеліп, нетпесеңіздер, білмеймін ал. Мен өзім қиналып түсірдім. Ашқам ауыр кетті датаға. Сол болыңыздар, видео осы.